Глензак қорықпайды екен бірақ, бәлә, қалай болса айта береді, Жайлап ұршы деп черт ана. Қолдың кірісің ғой сен, таза аниматор, воздухатор. Ауа түйіп жүрген сондай бір сөмілексің ғой, дешевый, іріндеп кеткен хайпажор. Бір жеріңді айырып, қайырып. Мен там мен по-любому при встрече кутың айран деп айтып жүрдім. При встрече кутыңды айран по-любому. Иә достар, ерегіс перегіс шайқас әлі де жалғасуда. Айтпақшы, RFC реалити 5-ші или 4-ші сезон ба, шатасып кеттім. Осы қыркүйек айының 27-сі басталатын болады. Оны Амиго өзінің премойында айтып кеткен. Ал енді Мұхит Амантаев мотиватор мен ерегесуде, ал мотиватор болса Глензакты айырам деуде. Оған қоса біздің Дарабоздың да бір-екі ауыз сөзін тыңдайтын боламыз. Сіздермен бірге төбелес арнасы, барлық қызықтар тек біздің арнада. Тіркелуді ұмытпаңдар, біз бастаймыз. Жоқ, Дарабоздың бір айқайы керек. Дәкәнса қолдаймыздар, дәкәнса! Осылай комментарийда бәрін айқайлап жіберіңдер, қолдау жіберіңдер, болды. Енді бастасақ болады. Өздерің білесіздер ғой енді, алдында Глензакты нетіп ойнай бермеңдер ғой. Ол тиктогыңмен, бірақ пристреча қиын болады, пристреча. Густар мына жазып отыр да, анау мынау деп, бля, бақашаяндар, ебать, ұялмайсыңдар ма өзің жазуға, ебать, ойлап қараңдаршы. Өздерің біліп тұрсыңдар, при встрече не болатын. Ұсталады, таяқ жейді, болды, сосын терпелі болады. Бірақ анандай Ануарбек мотиватор, бірақ андай нетпей ақ қой, андай кейбіреу терпела болады да, заявление жазып жібереді. Иә, соны айтып тұрмын ғой, мен мында деген ана бір гусь бар да, Тишон деген ана сідік код. Соны айтады да, бірдеме, енді адамда өзі шықпай тұр да, ағалары шығып жатыр да, связьге қорқып. Бля, нағыласын, ол брат, ол баланы ұрып нағыласын, анау мынау деп айтып жатыр да, мен айтамын, өзі бля, эфирда мықты болып өтеді ғой. Өзі неге шықпайды связьге деп, қорқып, біреуге шықтыртып связьге, прикинь. Бля, черт натурина. Мен айтамын, мен по-любому при встрече кутың айран деп айтып жүрдім. При встрече кутыңды айран по-любому. Ол сен Астанадасың ғой, ол Алматыда ғой, сонда да қорқып жүр ме? Қорқады ол деген, ебать, мен Алматыға келем ғой по-любому. Алматыға келем. Болды. Сіздер ебать білесіңдер ғой, Тишонмен менімен кездесіп қалса не болатын? Мыжғылап дейсің мұ? Глензак қорықпайды екен бірақ, бәлә, қалай болса айта береді, Жоқ, қалай болған көрдің ғой енді, айтпай қой. Көрдім ғой. Не болғанын көрдің ғой. Бірақ ол ана қорықпайды екен әлі де обращение жасап жүр елдерге, байқайсың ба? Жасап жүр ме ол? Жасап жүр әлі де жасап жүр. Мен оны басында блокировать етіп жатырмын ғой, мен вообще білмеймін екен. Обращение жасап жүр, ертең YouTube шығады ғой, YouTube шыққанда қара бет болады ол деген, бірақ әлі обращение жасап жүр, мықты жігіт екен, қорықпайды екен ғой, таяқ жеп шаршамайды, бля. Иә, ол жаңағындай нетпейді, андай қорықпайды ол, бірақ ол да терпела ма? Бля, конкретно терпелі ғой, бля, өзің көрдің ғой маған неше рет жақындаған. Жайлап ұршы деп черт ана. Ана жүрген сүмілік бар ғой, ауа түйіп жүрген. Маған соны залға алып келіңдерші, мен оны тегін ұрайын. Бүкіл қазақстандықтарға айтамын, тегін ұрам. Ар ұятын, ар намысын нанға сатқан таза сүмілік жүрген. Қолдың кірісің ғой сен, таза аниматор, воздухатор. Ауа түйіп жүрген сондай бір сүміліксің ғой, дешевый, іріндеп кеткен хайпажор. Тағы да айтам, маған көтеріп алып келесіңдер ма? Болмаса өзі келе ма? Болмаса аяқ қолын байлап алып келесің, маған залға алып келіңдерші. Үндемеген сайын басқа шығып жатыр ғой, денсаулығыңды жинай алмай қаласың ғой, көтек чумо. Мен кино ойнамаймын, енді кино ойнауға уақыт жоқ сен. Актер образда жүрген, болмай қалған, іріндеп кеткен, дешевый хайпажор. Залға кеш, тегін мен бір жеріңді айырып, қайырып, қолыңа ұстатып, денсаулығыңды жақсылап бұзып, мен сені жіберейін. Мен де сіздерді қолдаймын, дәкәнса қолдаймын ғой, жай әншейін емес. Дәкәнса қолдаймын сіздерді, дәкәнса! Жұдырықта жүрегім қазақ деп соқса болды емес пе енді, одан артық не керек енді сіздерге? Лишний сөз не керек ол? Еркекпіз ба, еркекше жүруіміз керекпіз. Сол үшін қазір қалауымға да бармайым. Бір болайыққа да, қозылайыпқа да бармайым. Рухватингте жүрім. Бармайым, шақырды бармайым. Потому что мен рух фатингте жүргім керек. Төбелескім келеді.
қалаулым бір болайыққа барсан ол ұрысасың. Ол жерде бұжайды жібердім, үпічук жібердім, соларды жіберіп қойдым сол жаққа барып өздері сол жақта жүрсін. Енді маған не қыл дейсіздер енді? Рухватингті көтерді деп өздеріңіз айтасыздар. Әлі рухватингте жүрмін. Қанша бой өткіздім. Жігітше жүрмін. Сынған жоқым. Жеңсем де сол рухватингте жүрем таканса. Бірақ задний жоқ. Шығам, бір құдай білет 8 бұрыш көрсет. Кім жеңеді, кім жеңіледі. Жігітше шығам бірақ. Сынған жоқым, құдайға шүкір. Талай адам рухватингтен кетіп қалған кезде, мен рухватингте әлі жүрмін. Таяқ жеп жеңіліп қалсам да, әлі жүре берем. 8 бұрышта. Потому что қаныма беріп кетті. Неше бой өткізім, дәкәнзі өлесу. Рингте жақсы сезінем өзім бір. Кезінде төбелесіп қой ауылда, сол сияқты төбелесе берем, ринг ішіне кіремде. Кейбіреулер кішкене айтады ма, былай нетіп, кішкене волнение бар дейді, енді кішкене адреналин бар енді, кішкене толғаныс бар енді, кішкене азап болса да бар енді. Бірақ ауылдағындай, ауылда кезінде төбелеседім, сол сияқты тұра берем ринг ішінде. Атылады, тақ. Все. Ал енді кейбіреулер енді жазады сыртынаншы, енді телефон ар жағына жазады, атак 8 бұрышқа өздерін шық көрдіңіздер ме? 8 бұрыш ештеңке емес, рингке шық көрдіңіздер ме? Ешкім шықпады. Біз 8 бұрышта төбелесіп жүрміз, медиа байес болсақ та. Задный жоқ. Сіздерде шанс бар, қазір отбор бар, келіңіздер, төбелесіңіздер. Бір бой өткізгеннен кейін, дәке сіздікі дұрыс екен деп айтпасаңыздар, Данияр деген атым үшін. Телефон ар жағында, конечно, енді ол. Телефон ұстап, любой адам жазалады ғой. Ана жерде кәдімгідей денсаулықты бересің. Гонорарды аласың, денсаулықты да бересің. Төбелес көрсетесің. Қызылған болады. Мұрында сынды, көзі көгерді, баса жарылды, 3 саусақта сынды, аяқта сынды, мұрынан да қанақты, ауыздан да қанақты. Тек жақсынған жоқ, болды қалған бәрі. Проблема жоқ қой, так. Гонорарыңды алып тұрсын, төбелесеміз, неге төбелеспек. Адамдар төбелескен кезде не? Біздің бір жеріміз не? Артық емес қой, құдайға шүкір. Төбелесеміз. Ал енді кейбіреулер даже бокс залына бармайды. Ничего дайындалмайды даже. Солар келетті, маған кеп әңгіме айтатын. Ассалаумағалейкум, қасқыр мінезі қазақ елім. Теріский Данияр тарапымыздан дұғай жалынды сәлем. Ануарбек мотиватор екеуміз тамақ ішейік деп отырмыз қазір. Бешбармақ, мұрдақ, души алматыда. Мен деген бір жерде тамақ ішейік деп отырмыз. Қойдың басы бар еще, да? Қойдың басы бар. Даканса ғой, даканса. Все, даканса жүр самый. И даканса бәрі жеп қой қазір, иә? Иә. Даканса. Иә достар, сендерді қалай білмеймін, бірақ өз басым бірнеше рет қарап, қайталап қарап күліп алдым. Дарабоз ерекше енді, көңілді көтереді өзі, керемет жігіт, айтарым жоқ. Иә, енді мотиватор мен Мұхит Амантаевтың жекпе-жегі тым созылып кетті, ол әзір көп халыққа қызықта емес болып қалды. Ал сендер не ойлайсыңдар, комментарияға өз ойларын жазыңдар. Барлық қызықтар тек біздің арнада тіркелуді ұмытпаңдар, лайк басыңдар, комментарий жазыңдар. Жақсы жаңалықтарда жүздескенше аман болыңдар.